Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар және бірінші сынып білім алушылары. Каналға қош келдіңіздер. Бірінші сынып математика пәні 2-ші бөлім 67-ші сабақ есеп тақырыбы. Ендеше сабағымызды бастаймыз. Тақырыбымыз есеп. Бүгінгі сабақ сен үшін жаңа тақырып, жаңаны үйренетін боласың. Бүгінгі сабақта есеп дегеннің не екенін білетін боламыз. Оқушылар, мына суреттегі екі баланы сендер танисыңдар. Бұлар кім еді? Әрине, бұл Сырым мен Әлия. Саяхат бөлімі болғандықтан Сырым мен Әлия ұшақпен саяхатқа шығуға жиналды. Олар әуежайдағы ұшақтарды бақылап, оларды санады. Әлия, ұшу алаңында 6 ұшақ тұр. 2 ұшақ келіп қонды дейді. Ал Сырым болса, неше ұшақ болды деп сұрап тұр. Балалар, осы Әлия мен Сырымның айтқан сөйлемдерін қайтадан бір қайталап шығайықшы. Ұшу алаңында 6 ұшақ тұр. 2 ұшақ келіп қонды. Неше ұшақ болды? Бұл біздің бүгінгі жаңа тақырыбымыз. Бұл балалар есеп деп аталады екен. Есеп мынандай бөліктерден тұрады. Есептің ең бірінші шарты болады. Есептің сұрағы болады. Есептің шешуі болады. Және есептің жауабы болады. Енді жаңағы біздің Әлия мен Сырымның айтқан есебін осы бөліктерге қойып көрейік. Әлия айтты, ұшу алаңында 6 ұшақ тұр. 2 ұшақ келіп қонды деді. Бұл балалар есептің шарты екен. Ал Сырым айтты, неше ұшақ болды? Деп сұрап тұр. Яғни бұл есептің сұрағы. Енді есептің шешуін табу үшін біз тұрған 6 ұшаққа келіп қонған 2 ұшақты қосамыз. Барлығы бізде 8 ұшақ болады. Шешуіне өрнек түрінде жазамыз. 6 қосу 2 тең 8. Есептің жауабы 8 ұшақ болды. Балалар, бұл есепті дәптерге қысқаша қалай жазады екенбіз? Қарайық. Тұрды 6 ұшақ, қонды 2 ұшақ, болды белгісіз, яғни сұрақ ұшақ. 6 қосу 2 тең 8. Бұл есептің шешуі. Жауабы 8 ұшақ. Есіңде сақта, есептің берілуін қысқаша жазуға немесе сұлбасын салуға болады. Бірінші торкөздің ішінде тұрған есептің қысқаша жазылу шарты. Екінші торкөздің ішінде тұрған бұл сұлбасы, яғни сызбасы. Енді балалар, кітабымыздағы номер 2-ші тапсырмаға қарайықшы және бірлесіп шығарып көрейік. Есепті оқы, есептің қысқаша жазылуы мен сұлбасын түсіндір. Есепті оқимын. Ұшақта 70 адам болды. Ұшақтан 30 адам шықты. Неше адам қалды? Қарайық. Ұшақта 70 адам болды. Ұшақтан 30 адам шықты деген бұл есептің шарты. Неше адам қалды? Бұл есептің сұрағы. Енді қысқаша шартына қарайтын болсақ, болды 70 адам, шықты 30 адам, қалды қанша адам? Сызбасында көріп отырсыңдар. Енді есептің шешуі мен жауабын ары қарай шешуіміз керек. Қалай табамыз? 70 адам болып еді, оның 30-ы шығып кетті. Нешеуі қалды? Қандай амал қолданамыз? Әрине, азайту амалын қолданамыз. Шешуі 70 азайту 30 тең болады 40. Жауабы 40 адам
қалды. Үшінші тапсырма өзіндік жұмыс. Қысқаша жазылуы бойынша есептер құрастыр, оларды шығар. Үшінші тапсырмада А және Ә есептері берілген. Бұл жерде сендерге дайын есептің қысқаша шарты жазылған. Сендер есептің шешуі мен жауабын табуларың керек. Асы: болды 100 билет, сатылды 70 билет. Неше билет қалды? Қандай амал қолданамыз? Әрине, біз азайту амалын қолданамыз. Өзімізді тексеріп көрейік. 100 билеттен 70 билетті алсақ, 30 билет қалады. Жауабы 30 билет қалды. Әсі: отырды 70 адам, келді 20 адам, болды қанша адам? Яғни отырды ұшақта 70 адам, оған 20 адам тағы да келіп қосылды. Барлығы қанша адам болды деп ойлайсыңдар? Қандай амал қолданамыз? Әрине, қосу амалы. Өзімізді тексеріп көрейік. Шешуі: 70 қосу 20 тең 90. Жауабы 90 адам болды. Соңғы кітабымыздағы тапсырма математика күнделікті өмірде. 4-ші тапсырма неше сағат өтті деген сұраққа жауап беруіміз керек. Бірінші сағатымыз сағат 3-ті көрсетіп тұр. Екінші сағатымыз сағат 5-ті көрсетіп тұр. Үшінші сағатымыз сағат 8-ді көрсетіп тұр. Енді сендерге сұрақ. 3 сағаттан 5 сағатқа дейін неше сағат өтті? Дұрыс айтасыңдар, 2 сағат өтті. Ал 5 сағаттан 8 сағатқа дейін неше сағат өтті? Дұрыс айтасыңдар, 3 сағат өтті. Оқулықтағы тапсырманы аяқтап болып, дәптермен жұмыс жасайық. Дәптерімізді ашып, бірінші тапсырмаға назар аударамыз. Бірінші есепті шығар. Бұл есепті жаңа ғана біз оқулықта шығардық, тағы да бір рет қайталап өтеміз. Тұрды, кәнекей санайық, неше ұшақ? 6 ұшақ. Қонды, 2 ұшақ. Болды, қанша ұшақ? Сызбаны толтырып өтейік. Тұрды 6, қонды 2, барлығы 8 ұшақ. Есептің шешуін жазамыз. 6 қосу 2 тең 8. Жауабы 8 ұшақ. Дәптеріміздегі екінші тапсырманы өзіміз орындаймыз. Есепті қысқаша жазылуы бойынша шығар. Есептің сендерге қысқаша жазылуы дайын тұр, сызбасы дайын тұр. Сендер есептің шешуі мен жауабын толықтыруларың қажет. Болды 70 адам, шықты 30 адам, қалды қанша адам? Қандай амал қолданамыз? Өзімізді тексеріп көрейік. 70 азайту 30 тең 40. Жауабы 40 адам. Тапсырмаларды орындап болғаннан кейін өзімізді бағалаймыз.